Ассалаумағалейкум ағайын, тікелей эфирде Арқа Ньюс. Студияда Жанбота Рахметуллаұлы тәуліктің ең маңызды оқиғаларына қысқаша тоқталып өтейін. Зейнетақы қорындағы қаржыны алудың жолдары қандай? Салымшылар жиналған жарнаны алу үшін нендей құжаттарды жинауы тиіс? Бұл туралы бірер минуттан кейін білесіздер. Коронавирустың анадан балаға жұғуы қалайша әлі дәлелденбей жүр? Бұл пікірге қарағандылық дәрігерлердің пайымы қандай? Дендеген дерттің ілмегіне ілінбеудің амалдары жөнінде сәлден соң. Қарағандылық өрен 13 жасында республикалық байқауда топ жарды. Дарынымен дараланған Дәулет Жантас 100 оқушының арасында үздік атанды. Саран қаласының тұрғыны хайуанаттарға қанатымен су сепкен қарлығаштай қамқорлық көрсетуде. Елена Иванова 200-ден астам ит пен мысықты жалғыз өзі асырап отыр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жарнаңызды үйде отырып алуға болады. Тіпті абзалы үйден шықпай-ақ өтініш беріп, құжаттарды тапсырсаңыз жөн. Себебі бөлімше менеджерлері сіздерге тек кеңес қана бере алады. Бұл мақсаттағы барлық операциялар әр салымшының жеке компьютерінде жүзеге асырылуы тиіс. Цифрлизацияның аталмыш жетістігімен өтініш қалдыру барысы туралы әріптесім Аягөз Серікқызы сүбелі ойын сабақтасын. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаржысын 76 мыңға жуық облыс тұрғыны қажетіне жаратылады. Оларға жылдар бойы жинақтаған жарнасының бір бөлігін екі мақсатта жұмсауға мүмкіндік туды. Алғашқысы баспана сұрағын оңтайлы етуге жол ашылды. Екіншіден бұл қаражатты денсаулығыңызды жақсарту үшін пайдалануға болады. Тек қордағы сомаңыз белгіленген шектен асуы шарт, ал аталмыш тізімде бар жоғыңызды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қосымшасынан немесе жауапты ведомствоның ресми сайтынан көре аласыз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан тұрғын үй жағдайыңызды жақсарту үшін және емделу мақсатында жеткілікті жарнаңыз жинақталды ма, соны білу үшін ең әуелі ЭЦП электронды цифрлы қолтаңбаңыз болса, үйде отырып-ақ білуге болады. Ал егер де ондай қолтаңбаңыз болмаса, мен сияқты арнайы бөлімшеге келіп, менеджерден қажетті ақпаратты сұрастыруға болады. Сіздің жасыңызда жеткілікті шегі 2 миллион 10 мың теңге. Өкінішке орай, сіздің жинақтарыңыз одан аз екен, сондықтан сіз екі мәселе бойынша жаңағы қолдана алмайсыз. Қазір салымшыларда ұялы телефондар бар. Сол ұялы телефондарға біздің қосымшаны жүктеп алып, сол ұялы телефондар арқылы 24 сағат бойы өздерінің зейнетақы қорында қанша ақша жиналған туралы үзінді көшірмені алуға мүмкіндік бар. Ол көшірмеде қанша ақша жиналғаны, соның жеткілікті мөлшері қанша екені және қанша сумманы алуға болатын туралы бәрі анық көрсетілген. Жарнаңыз жеткілікті болса, ендігі мәселе тұрғын үй жағдайыңызды жақсарту үшін не істеу керек? Оператор ретінде тағайындалған 4 негізгі банкпен тығыз байланыста жұмыс жасайсыз. Олар Отбасы, Халық, Центр кредит және Алтын банктері. Мәселен, Отбасы банк бұрынғы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қызметіне жүгіндіңіз делік. ЖССБ қосымшасын жүктеп, әуелі арнайы шот ашасыз. Бұдан кейін НПФ сызықша Отбасы банк.kz сайт арқылы өтініш қалдырасыз. Айта кету керек, әр салымшы аталмыш операцияларды өзінің жеке компьютерінде жүзеге асыру шарт. ЖССБ 24 платформасы бар. Немесе біздің банктың сайты арқылы биометрия дейді, жаңағы сайт видео звонок арқылы жаңағы өзінің арнайы счетін ашу керек. Арнайы счет ашып дайындап қоясыздар. Одан кейін жаңағы онлайн платформамен жұмыс жасаймыз. Онда бәрі рет-ретімен келтірілген. Алдында жаңағы қай мақсатта қолданғыңыз келсе, сол мақсат таңдайсыз. Одан кейін керекті суммаларыңыз, жаңағы жарналарыңыз қандай көлемде қолданатыныңызды көрсетесіз. Ақша түскеннен кейін 45 күн ішінде мақсатты жарату қажет. Болмаса бұл сома бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына автоматты түрде қайтарылады. Айгөз Тұрсынбай, Сайран Аққанбаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. Вакцинация қалай өтеді? Кімдерге салуға болмайды? Қандай кері әсері болуы ықтимал? Халықты толғандырған бұл сұрақтарға медицина саласының мамандары жауап берді. Елді алаңдатқан екпенің жай-жапсарын әріптесім Жаннұр Сүндетұлы ағасынан естіп білейік.
Мамандардың айтуынша вакцинация жұқпалы аурулардың алдын алудың өте тиімді және қауіпсіз әдісі. Алғашқы вакцина табиғи шешекке қарсы жасалған. Бүгінгі таңда профилактикалық егу күнтізбесі көптеген елдерде жүзеге асырылуда. Қазақстанда екпе 21 ауруға қарсы жүргізіледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша 19 қаңтарда COVID-19-ға қарсы 237 вакцина әзірленуде. Оның ішінде 64 клиникалық сынақтан, 173 клиникалық сатыдан өтеді. Всегда говорим перед вакцинацией. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемдегі 42 ел қазірдің өзінде COVID-19 вакцинасын енгізді. Олардың ішінде ақш, Израиль, Еуроодақ елдері, ТМД елдері, бұл Ресей мен Беларусь. Ал қалған вакциналар әлде зерттелуде, бұл тізім толықтырылады деп ойлаймын. Қазіргі кезде вакцинациялауға қатысты дәрігерлер мен медбикелерге, сондай-ақ екпе салдыратындарға да түрлі оқыту, үйрету жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалы, коронавируспен ауырған немесе қатынаста болған адамдарға екпе салынбайды. Сондай-ақ коронавирусқа қатысты қан талдамасында оң көрсеткіш көрсетсе, науқасқа екпені тек 6 айды өткеннен кейін ғана жасайды. Заболевание почек, хроническое. Сонымен қатар екпе алушы вакцинаның кез келген компонентіне жоғары сезімталдыққа ие болса, ауыр аллергиялық реакциялары бар болса, егер вакциналанушы жедел инфекциялық ауруларға шалдықса, мысалы декомпенсация немесе субкомпенсация сатысында қант диабеті болса, онда сіз мұның бәрін емдемей екпе ала алмайсыз. Егер оның жедел жұқпалы ауруы болса, оның белгілері тоқтағанша күту керек. Вакцинацияны созылмалы бауыр, бүйрек, эпилепсия және орталық жүйке жүйесімен ауыратындар үшін өте қауіпті. Ондай диагнозы бар адамдарға екпе салмас бұрын білікті дәрігерлермен кеңескен жөн. Есть уже исследование, что через... Сіз вакцина ағзаға салынатын бөгде ақуыз екенін түсінесіз, сондықтан әдетте реакциялар болуы мүмкін. Мысалы, ауырсыну, ісіну, қызару болуы мүмкін. Жалпы реакциялар болуы мүмкін. Бұл дене температурасының жоғарылауы, дененің құрысып ауруы болуы мүмкін. Ал кейбір адамдарда бұл болмауы да мүмкін. Біз екпе алатындарға алдын ала түсіндірме жүргіземіз. Вакцинация 2 кезеңде егіледі. Арасы 21 күн болу шарт. Екпе алғаннан кейін моншаға, саунаға, сондай-ақ косметологиялық процедуралар қабылдамауға кеңес береді. Жаннұр Сүндетоллақызы, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. COVID-19 індетінің анадан балаға жұғуы әлі дәлелденбеген. Бұл қарағандылық дәрігерлер осылай дейді. Ақжелең иелері балалардағы коронавирус емінің айырмашылығы хақында айтып берді. Медицина мамандарының пікірін тілшіміз Азамат Серікқанұлы тыңдап қайтты. Жанна Кустова Қарағанды жұқпалы аурулар орталығында 30 жылға жуық еңбек етіп келеді. Білікті маман өткен жылдың жаз айларында дерттендеп, індет өршіген уақытта әріптестермен бірге аянбай еңбек етті. Инфекцияның таралу қарқыны артып, шарықтау шегіне жеткенде барлық ауруханалар мен стационарлар қарқынды режимде жұмыс істеді. Науқастар саны тәулігіне 200-ге дейін жеткен уақыттар болды дейді. Ақ халатты маманның айтуынша қазір ауруханада жағдай қалыпты. Қазір біздің жұқпалы аурулар стационары қатаң карантинге дейінгі бұрынғы режимде жұмыс істеуде. Бізде коронавирустық инфекция науқастарына арналған төсектер де бар. Әрине олар көп емес, ал қалған бөлімшелер өз бейіндік саласы бойынша жұмыстарын жалғастыруда. Қазір 7 ішек инфекциясы бар балаларды емдеудеміз. Бөлімшеде 30 төсектің 24-і бос емес, атап өткеніміздей, біздің бөлімшеде ішек инфекциясы бар балалар емделеді. Олардың барлығы жіті тексерілді, жаңа туған нәрестелер жоқ. Медицина мамандарының айтуынша, егер анасы жүктіліктің соңғы кезеңінде коронавирус инфекциясымен ауырса, онда індет балаға беріледі деген сөз емес. Әзірге ондай жағдайлар кездескен жоқ. Ал жаңа туған нәрестені анасынан бөлмейміз, жанында болады дейді ақ халатты жан. Ал жүкті әйелдер өкпенің қабынуы айтарлықтай зақымданса да, вирусқа өте жақсы төзеді екен. Шыны керек, адам есейген сайын оның бойындағы дерт көбейе береді, ал коронавирустың қауіптілігі сонда бойындағы ауруды асқындырады. Балаларды емдеу кезінде олардың денесіндегі бактериялардың деңгейіне сәйкес ағзаны антибиотиктермен тазартамыз. Ал көп жағдайда дене қызуы 38-5 градустан асқан кезде ыстық түсіретін дәрілерді қолданамыз. Сондай-ақ балаларда вирусты жеңіл еңсеретін дәрігер растайды. Оларда коронавирус симптомдары көбіне ішек инфекциясы, жіті респираторлық вирустық инфекция сынды аурудың белгілері байқалады. Азамат Серікқан, Олжас Ғаппасов, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. 13 жасар қарағандылық 100 үздік оқушылардың арасында үздік атанды. Дәулет Жантасов дарынды балаларға арналған республикалық байқауда жүлделі 1-ші орынға ие болды. Білгірлер бәйгесінде оза шауып төс көрлеген, ешкімге дес бермеген өрелерінмен әріптесім Райхан Сайранбек қызы
Елденерек жүздесті. Дәулет Жантасов мұрагер мектеп-интернатының 7-ші сынып оқушысы. 3 жасынан бастап ол ата әжесінің қолында тәрбиеленген. Бүгінде ол әдебиетпен қатар нақты ғылыми ізденіске де ден қойған. Осындай жан-жақтылығының арқасында дарынды оқушы республикалық байқауда үздік атанды. Когда я узнал то, что Мен Қазақстанның 100 дарынды оқушысының бірі болғанымды білгенде қатты қуандым. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Мен білімімді одан әрі жетілдіремін. Сәтін салса, көптеген түрлі конкурстарға, олимпиадаларға қатысамын. Байқауда қатысушылар ағылшын тілінде эссе жазған. Дәулет менің болашақ мамандығым тақырыбын таңдапты. Дарынды бала болашақта дәрігер болуды армандайды. Дәулеттің әжесі немересінің алға қойған мақсатына жетеріне сенімді. Алгебра, потом английский, Немерем көп оқығанды ұнатады. Қай пәнді оқығанды ұнатасың деп сұрағанда алгебра деп жауап берді. Мен өзім математикадан сабақ берем. Одан кейін Қазақстан тарихы, ағылшын пәндерін сүйіп оқиды. Жалпы білімге құштар бала. Дәрігер болған кезде жаман ауруларға қарсы дәрі-дәрмек түрін ойлап тапса екен деймін. Әрине, бұл менің арманым. Дәулеттің ынтасына ұстаздар да тәнті. Сынып жетекшісі Алмагүл Хамитова жас дарын иесін республикалық байқауға 1 ай бойы дайындапты. Біз бүкіл мектеппен қуанып атырмыз. Бірінші орын алу ол оңай емес. Оқушының еңбегі Қазақстан Республикасының 100 үздік дарынды оқушысы кітап жинағында жарияланды. Сондай-ақ Дәулетке төсбелгі мен 1-ші дәрежелі дипломда табыс етілді. Райхан Сайрамбек, Сарана Қамбаев, Роман Капулов, Сарыарқа. Қарағандылық суретші этникалық әшекей бұйымдарын жасайды. Надежда Рекутстың суреттері көпшіліктің қызығушылығын тудырған. Ол мәрмәр тастар мен отандық ұн өнімдерінен бұйымдар әзірлеуді қолға алған. Шебердің көздің жауын алатын туындыларына әріптесім Сейтқали Исатайұлы куә болып қайтты. Қолөнер шебері Надежда Рекутс туған жер туралы авторлық сәндік дүниелерін жарыққа шығарған. Суретші сәндік қолданбалы өнер туындыларын жасайды. Ол өз қолынан шыққан дайын бұйымдар жақын жуықтары мен тамыр таныстарына көтеріңкі көңіл күй сыйлайтынын айтады. Қылқалам шеберін күзді ағаш жапырақтарының түскен сәтін суреттеу мен қыс мезгілінде әйнектерге өрнек салу қатты қызықтырады екен. бесподобной красоты Агаты Киіз төсеніштінде өз әсемдігі бар. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазақ халқының қолөнер бұйымдары өте әсем, бұл ертегі сияқты көрінеді. Надежданың қолынан шыққан әрбір бұйым сұранысқа ие. Қазақстан табиғатының әсемдігін ол ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес дейді. Суретші үйде отырмай табиғатты тамашалауға кеңес береді. Мәрмәр тастардан әртүрлі қолға тағатын таспа мен зергерлік бұйымдарын жасауға болатынын айтады шебер. Оның үйдегі өз шеберханасында этникалық құнды дүниелер жетіп артылады. 3D принтер арқылы осының бәрін әзірлеп жасауға мол мүмкіндік алған. Но творчество спасает. Реально оно... Шығармашылық уақытты үнемдейді және өмір сүруге көмектеседі. Өнерге деген құштарлығыңды арттырады. Қазақстан тарихы шығармашылық үшін көптеген идеялар береді. Қазақстанның әсем табиғаты өз байлығымен ерекшеленеді. Шығармашылық өмірге құлшыныс сыйлап, шабытында шындайды дейді Надежда Рекутс. Сейтқали Әшім, Ернұр Жомарт, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Саран қаласының жергілікті тұрғыны 200-ден астам ит пен мысықты жалғыз өзі асырап отыр. Хайуанаттардың барлығы бас аяғы 3 жылда жиналған. Бірінің қожайыны басқа мемлекетке көшіп, 4 аяқты досы қаңғып қалса, енді бірін өздері әкеп тастаған. Көлік астында қалып өлімші болып жатқан жерінен операция жасалып, қатарға қосылғандар да бар. Тілшіміз 200 ит пен мысықты бір шаңырақ астында тұруы қалай болатын көріп келді. Қайырымдылықтың басы дәл осы алып мастиф тұқымды иттен басталған. Шетелге көшкен қожайыны сенімді серігін атып тастамақ болыпты, алайда Елена араша түсіп, итті үйіне алып кеткен. Осыдан кейін оның 4 аяқты достарының саны күрт көбейді. Қазір жер үйдің ауласы итті үйшігіне, іші мен қорасы мысықтың мекеніне айналған. Барлығын тамақтандыруға қыруар қаржы кетеді. Әйтеуір таныстары қол ұшын береді екен. Ал мына ит пен мысық жақын арада Германияға, мына марғау Израильге кетеді. Әлеуметтік желіден көргендер оларды ұнатып, салып жіберуін өтінген.
Это просто жители Германии, которые... Қазір аталған ит мысықтарға чиппен вакцина салып жолға дайындап отырмыз. Егер ұшатын адамдар болса беріп жібереміз. Бір қиындығы ұшақ багажнигіндегі орынға 67 мың теңге кетеді. Мемлекет не әуе компаниялары ең болмаса осы жағынан көмектесе ғой. Себебі үй-күйсіз хайуандарды қорғап қалып жатырмыз ғой. Негізі олардың құқығы заң деңгейінде қорғалу керек. Қажет кезде алып, одан соң атып тастау деген нағыз қылмыс. Мысықтарға қарап жүрген Светлана Еленаның құрбысы. Ол да біраздан бері осында келіп, ерікті түрде көмек қолын созып жүр. Өзге елдермен салыстырғанда бізде хайуандарға қатал қарайды дейді ол. Сондықтан қамқорлық көрсетуге ниетті. Кормы по 2 раза. Тәулігіне 2 мәрте тамақ береміз. Таңертең тауық еті, ал кешке құрғақ жем беріледі. Суын тұрақты түрде ауыстырып отырамыз. Жататын орындарын астын бірнеше мәрте тазалаймыз. Негізі адамдар осы жерден үйретілген мысықтарды алып, оларға мейіріммен қараса жақсы болар еді. Елена омыртқасына операция жасатып, жарты жыл төсек тартып жатқан, кейін аяғына тұрған кезде қорғансыздарға қамқорлық көрсеткісі келіпті. 4 баланың анасы 3 жылда 1000 ит пен мысыққа жаңа қожайын тауып берген. 1 жылдан бері жануарларды қорғауға бағытталған үйін құрыпты. Енді бұл жұмысын заңды түрде бір ізге түсірмек. Алайда елде хайуандардың құқығын қорғау мен қолдаудың заңдық нормативтерінің болмауы көп кедергі келтіретін көрінеді. Райхан Сайрамбек, Аман Хамид, Сарыарқа. Жеңіл атлетикадан жасөспірімдер арасында өткен ел чемпионатында аймақ спортшылары 17 алтын медальді иеленді. 2004-2005 жылдар туған жас спортшылар осылайша Қарағанды облысының құрамасын өңірлер арасында үздік үштіктен көрсетті. Тақырыпты тілшіміз Мақсат Мұхитұлы айтып берсін. Республикалық чемпионаттың қысқы маусымы алғаш рет Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында өтті. Еліміздің барлық аймақтарынан келген 300-ден астам жас спортшылар 3 күн бойы жеңімпаз атану жолында күш сынасты. Жеңіл атлетикада 1,5 жыл бойы жаттығып жүрген қарағандылық Давид Ким үшін сайыстың өз ерекшеліктері бар. В личном зачете, в эстафетных командах. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Жеке және эстафеталық командалар бойынша да тартынып қалмадық. Біз жеңімпаз, жүлдегер атандық. Мүмкіндігінше дайындалдық, тырыстық, мықты қарсыластарға қарсы тұру оңайға соқпады. Мен үшін сайыс өзімді сынап, өзімнің спорттық қабілетіме баға беру болды. Бұл жарыс карантинге байланысты ұзақ кідірістен кейін алғаш рет өтіп отыр. Спортшылар да шектеулер мен ұзақ демалыстың дайындыққа өзіндік әсері болғанын алға тартуда. Подготовка лично у меня была плохой, я получил травму. Менің жеке дайындығым нашар болды. Мен осыған дейін жарақат алдым. Қалыпты жаттығулар жасай алмай, сайыста қатты қобалжу болды. Жарақатыма байланысты жақсы нәтижеге қол жеткізе алмай 3-ші орынға иелендім. Алға қойған мақсатымның бірі Азия біріншіліктерінде топ жарғым келеді. Жарыс қорытындысы бойынша Қарағанды облысының құрамасы жалпы командалық есепте 18,5 мың ұпай жинап, 2-ші орында иеленді. Ал 1-ші орында Шығыс Қазақстан облысы спортшылары үштікті алматылық құрама қорытындылады. По итоговой таблице нам нужно было собрать все виды. Қорытынды кесте бойынша біз барлық спорт сайыс түрлерінің спортшыларды қатыстыруымыз қажет болды. Ер балаларға арналған 3000 метрге жүгіру болмады. Қыздарда биіктіктен секіру болған жоқ. Сәйкесінше біз сайыстарда мүмкіндіктерден қағылдық. 1200 ұпай жеткіліксіз болды. Егер осы 3 түрлі сайыста да спортшыларымыз қатысқанда біз 1-ші орынға ие болар едік. Осылайша спортшылардың қоржынында 17 алтын, 18 күміс және 15 қола бар. Алдағы уақытта жарыс жеңімпаздары одан да жоғары жетістікке жету үшін дайындықты күшейте түспек. Мақсат Бисенаев, Шайнат Жақсыбаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Телекөрермендер, мен осы жерден тізгінді тарттым. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Барша әулетке бақ дәулет.